Бүгін абайлаңыз жаңалықтар Тасмағамбетов және Қазақстанға төнер қауіптер төңірегінде болады. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов ОДКБ күштерін Украинадағы соғысқа араластыру мәселесіне қатысты мәлімдеме жасады. Саясаткер жақында ресейлік медиаға сұхбат берген. Известия басылымының тілшісі Еуропада Украинаға әскери контингент орналастыру мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл өңірдегі қауіпсіздікке қатер төндірмей ме? ОДКБ-да мұндай сценарий мен оған қарсы шаралар талқылана ма деп сұрайды. Өз кезегінде Иманғали Тасмағамбетов Украинаға шетел әскерін әкелу бастамасы Еуропада бұған дейін бірнеше рет көтерілгенін, бірақ осы уақытқа дейін ресми түрде жүзеге аспағанын айтады. Шынымен ондай қауіп туса, ОДКБ ұйымның жарғылық құжаттарына сүйеніп, ұжымға мүше барлық мемлекеттің мақұлдауы мен түрлі көмек нұсқаларын ұсынуға дайын деп үстемелейді. Тасмағамбетовтың жауабын ресейлік журналистер алаулатып, жалаулатып интернетке таратып бақты. Қазақ қоғамына бояуы қалыңдап, мағынасына өзгеше рең қосылып жеткен әңгіме әлеуметтік желіні біраз дүрліктірді. Естіген ел кәдімгідей елеңдеп, шошынып қалды. Экс-премьерді қарғап сілеп отырғандар да көп. Бір қарағанда бұлан құйрыққа салып, бұлдыратып жауап бергендей көрінсе де, бас хатшы кеңсе тілімен нақты сөйлеген. Іле-шала ОДКБ-ның баспасөз хатшысы Наталья Харитонова бастығының сөзін ежіктеп былай түсіндіріпті. В случае введения военных контингентов европейских стран на Украину в регионе неизбежно возникнут новые риски безопасности. Это не может не беспокоить отдельные государства, члены организации, да и саму организацию тоже. В случае возникновения таких рисков организация будет готова предложить разные варианты помощи той стране, которая такой помощи попросит, но только в полном соответствии с уставными документами ОДКБ и в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности. Соңғы сөйлемге назар аударайықшы. ОДКБ-ның жарғылық құжаттарына және ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің шешімдеріне сәйкес жағдайда ғана көмектесеміз дейді Харитонова. Ендеше құжаттарды мұқият оқиық. Мысалы, ұжымдық қауіпсіздік келісім шартының 4-ші бабында, цитата: егер де келісім шартқа мүше мемлекеттердің бірі қандай да бір мемлекет немесе мемлекеттер тобынан агрессияға ұшыраса, онда бұл осы келісім шартқа мүше барлық мемлекеттерге қарсы жасалған агрессия деп қабылданады деп жазылған. Біріншіден, Украина ОДКБ мүшесі емес. Ұрыс қимылдары Украинада жүріп жатыр. Агрессияға ұшыраған елде Ресей емес, Украина. Демек, ОДКБ әскерін соғысқа апару 4-ші бапқа қарама-қайшы. Екіншіден, бас хатшының жауабын тағы бір жадымызда жаңғыртайық. Ұйымға мүше барлық мемлекеттің мақұлдауымен, деді Иманғали Нұрғалиұлы. Тіпті ВСУ-дың Курск облысына басып кіргенінде Ресейге шабуыл жасалған күннің өзінде әскер жіберу үшін ұйым мүшелері бір ауыздан келісуге тиіс, және бұл келісімдер президенттермен қатар парламенттердің де құзырында. Қалай ойлайсыз, 5 президентті көндіру оңай ма, әлде 5 парламенттегі жүздеген депутатты көндіру оңай ма? Үшіншіден, ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы жарғысының 5-ші бабында, цитата: ұйым тәуелсіздікті мүлтіксіз құрметтеу, мүше мемлекеттердің қатысу еріктілігі, құқықтары мен міндеттерінің теңдігі, мүше мемлекеттердің ұлттық юрисдикциясына жататын істерге араласпау негізінде әрекет етеді делінген. Қатысу еріктілігі деген тіркесті байқадыңыздар ғой. Онда уайымдауға негіз жоқ. Ұйым ережесі бойынша бізді мәжбүрлеуге ешкімнің қақы жоқ. Еріктіміз, еркінбіз. Жарайды, қиял құсын қиянға самғатып, ОДКБ-да Ресейді кім қолдайды деген сауалға жауап іздеп көрейік. Беларусьтың жайы белгілі, Ресейге бүйрегі бұрыс, достық рәуіштегі бауыры. Қырғыздар да экономикалық себептермен Мәскеудің ығына жығылады делік. Тәжікстанда Ресейдің 201-ші әскери базасы тұр. Әр жағынан тәліптер қаптаса, олар да орыстың көмегіне жүгінері нық. Яғни тәжіктер көп тәжікелеспей бірден мақұлдасын деп қояйық. Ұйымға мүшелігін уақытша тоқтатқан Армения екібастан қарсы. Өйткені Әзірбайжан мен Таулы Қарабаққа таласып соғысқанда одақтас екен деп еш қайсымыз қол ұшын созбадық қой. Қазақстан ше? Ресеймен шектесетін аңғал-саңғал 7,5 мың шақырым шекарамыз бар. Сауда-саттық жағынан да ең үлкен серіктесіміз. Жәрдемге жаны ұшырып, біз ұмтыламыз ба? Қайдам, қаншалықты ауыр таңдау болса да, Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдік қауымдастыққа қарсы шықпайды. 2022 жылы ЛНР, ДНР секілді квази-мемлекеттік жікшіл аймақтарды мойындамаймыз деп қасқайып Путиннің бетіне айтқан.
Есіңізде шығар. Сыртқы саясатта ең алдымен Біріккен ұлттар ұйымының қағидасын сақтау керегін естеріне салған. Ал Біріккен ұлттар ұйымы Ресейді агрессор ел деп танитын резолюция қабылдаған. Әрі беріден соң ОДКБ көмектесет дегенге Кремльдің өзі де сенбейтін секілді. Әйтпесе айдаладағы Солтүстік Кореядан солдат алдырып қайтеді. Әккі Тасмағамбетов осының түпкілікті мәнін түгел түсінеді. Алайда 2-3 жыл бойы Мәскеудің саяси тұжырымдамаларын қайталап, батысқа отпен ойнамаңдар деп айбат шеккенін, басқа да келеңсіз қылықтарын ұмытқан жоқпыз. Өзін Назарбаевтың өнімі деп атаған саясаткер Путиннің қолшоқпарына айналды ма деген сауалдың жауабын сіздерден сұрайын, қымбатты көрермен. Бұрынғы Иманғалигім еді, бүгінгі Иманғалигім. Әрине, ойыңызды комментарийге қалдыра аласыз. Сонымен тақырыпқа оралайық. Әгерәки ғайыптан тайып, ОДКБ мүшелері Украинадағы соғысқа кіріссе, халықтың қаһарына ұшырайды деп пайымдаймыз. Себебі тарих қайталанады. 1916 жылы Ресей империясы бұратана жұрттарды окоп қазуға тарта бастағанда, қайран ел теңіздей толқып, аяғы ұлт-азаттық күреске ұласқан. Әрине, екінші дүниежүзілік соғысқа қой-екеш қой ғұрлы тұяқ серіппей барып, шыбынша қырылғанымыз рас. Әйтсе де, ол қазақ екі бірдей ашаршылықта жойдасыз азайған, репрессияда бас көтерер, азаматынан айырылған, бел омыртқасы опырылып, рухы жаншылған қазақ еді. Қазіргі тәуелсіз Қазақстанның атанасы азаттықтың, қазақтықтың дәмін татып үлгерген. Өлімдей балаларын өлімге қиып жіберетін жағдайда емес. Жастар жаңашыл, бодандық бұғауын кимеген. Билікте Ресейдің сойылын соқса, көп векторлы саясатынан жаңылып, бейтарап ұстанымынан айырылар еді. Айтпақшы, Иманғали Тасмағамбетов Известияға берген сұхбатында Францияның ядролық держава ретінде Еуропаны қорғайтын қолшатыр болайық деген ұсынысын сынап, Франция билігі осындай амбициясы арқылы Еуропадағы өз позициясын нығайтқысы келеді депті. Әрине, Францияның жоспары түсінікті. Ағый түзгіні Трамптың қолына тигелі ақштың бүгін не жоспарлап, ертең не істейтінін, бүрсігіні президентінің көңілі ауаны қалай құбылып, қалай бұрылатынын болжау қиын. Жақында Нью-Йорктегі NBC News телеарнасы НАТО мүшелеріне шабуыл жасалған жағдайда ақш өз міндеттемелерінен бас тартуы мүмкін деп хабар таратты. Америка президенті Конгресстегі қос палатаның алдында сөйлеген сөзінде: өкінішке қарай Еуропа Украинаны қорғаудан гөрі Ресей газы мен мұнайын сатып алуға көбірек ақша жұмсады деп айыптады. Германия, Франция сынды НАТО мүшелерін жиі сөгіп, әскерді дамытуға жеткілікті қаржы бөлмейді деп кінәлайды. Трансатлантикалық одақты тек ақш асырай ма деп ренжиді. Ұжымдық батыстың қорғаныс жүйесі ыдырамаса да, араға бір алауыздық кірген сыңайлы. Трамптың пікірінше Еуропа толыққанды держава емес. Өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ақшқа арқа сүйеп алған. Америка артық жүктен арылып, Еуропа өз қотырын өзі қасуға тиіс деп есептейді Дональд мырза. Зеленскийді бейбіт келісімге көндіремін деп Украинаға әскери көмегін доғарғаны, қару-жарақ тиеген көліктерін орта жолдан қайтарғаны белгілі. Соғыс тағдырын ақпарат шешетін заманда ВСУ-ға барлау деректерін де бермей қойды. Осындайда Путиннің жымысқы жымиысы көз алдыңа елестейді. Алайда бұдан Мәскеудің ұпайы түгелденіп, Киевтің түгел жығылып қалған жоқ. ақш қолдамаса біз қорғаймыз деп Еуроодақ екі білегін сыбанып отыр. Экономикалық тұрғыда Ресей дегеніңіз Еуропаның қасында ергежейлі ел ғана. Сандарды салыстырайық. Еуроодақтың жалпы ішкі өнімі 18,5 триллион доллар. Ресейдің жалпы ішкі өнімі 1,5 триллион доллар. Айырмашылық 12 есе. Оған Еуроодаққа енбейтін Ұлыбританияны қоссаңыз, мәселенің мәні ашыла түседі. Батыстың технологиялық озықтығын да ескеру керек. Күні кеше Бельгия астанасы Брюссельде өткен қауіпсіздік саммитінде Еуроодақтың мемлекет басшылары жиналып, маңызды шешімдер қабылдады. Енді Еуропа әскери өндіріс кешенін өсіруге көшеді. Қорғаныс саласына салынатын инвестиция көлемі еселеп артады. Ең бастысы, Владимир Зеленскийде шақырылған басқосуда жаппай қарулану басталатыны ашық айтылды. Франс пресс агенттігінің хабарлауынша Еуроодақ саммитінде Еурокомиссия ұсынған жаппай қарулану жоспарын 27 елдің 26-сы жақтаған. Баяғы Венгрия ғана наразылық танытқан. Виктор Орбанның қарсылығына қарамастан жойқын жоспар орындалады.
Әзірше қару-жарақ өндірісін ұлғайтуға 800 миллиард еуро бөлінеді. Келесі аптада Франция президенті Парижде Еуроодаққа қарасты қорғаныс министрлерінің кездесуін ұйымдастырады. Украинаны қолдауға кәрі құрлық 2025 жылы 36 миллиард еуро жұмсамақ. Ақшаның бір бөлігі бұғаттылған Ресейдің активтерінен тәркіленбек. ақш-тың 3 жылда соғысқа құйған жүздеген миллиардымен салыстыруға татымаса да 30 миллиард долларда қомақты қаражат. Ақпан айында Еуроодақ Украинаға 6 миллиард еуро көмек пакетін дайындап жатқанын хабарлаған. Аталмыш пакет 1,5 миллион артиллерия снаряды мен әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерін қамтиды. Еуропа осылайша дүр сілкініп, оянып, сең қозғалған соң Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров аяқ астынан шала бөлініп, Украинаға Еуропа әскерінің бітімгерлік күштері ретінде кіруіне үзілді-кесілді қарсымыз деп мәлімдеді. Мы будем рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине. Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое вовлечение, официальное вовлечение, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Дәл қазір Еуроодақтың Украинаға әскер енгізетін жоспары жоқ. Әрине, мұндай бастамалар ара-тұра көтерілгенімен ақш пен НАТО дүниежүзілік соғыс өртін өршітуден сақтанып, бұл ұсынысқа салғырт қарайды. Еуропа әскері бейбітшілік кепілдігін сақтау мақсатымен Украинаға келсе де, соғысу үшін емес, сондай соғысты болдырмау үшін келеді. Қазақ сарбаздары да Иракта, Ливанда, Кипрде, Батыс Сахарада, Орталық Африкада, Газа секторындағы Голланд жотасында, Конгода, басқа да тұрақсыз аймақтарда талай операцияларға қатысқан. Бірақ мұның бәрі Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясы шеңберімен шектелген. Ал ОДКБ құрамында Ресей мүддесін қорғау мүлде бөлек, халықаралық имиджді бұзатын қарекет. Айтпақшы, Известия газетінің ОДКБ хатшысымен сұхбаты Кремльдің тапсырысы болуы да ғажап емес. Әдеттегі саяси технология ғой. Меніңше Лавровтікі де, Тасмағамбетовтікі де құр қоқан-лоқы саяси технология әшейін қыр көрсету. Сондықтан бостан босқа даурығатын жөніміз жоқ. Қарапайым халық президентті мақтағанда көбінесе не деуші еді? Тоқаев дипломат қой дейтін. Аңдаған адамға жай сөз емес. Қысқасы, ел тыныштығы басшымыздың саясатына, халқымыздың парасатына серт. Амандықта жүздесейік.